Украинада бір қызық жағдай басталды. Украина алғаш соғыс басталған кезде білесіздер, мынау орысы бар, Украина бар, әйтеуір Украина азаматы ғой. Енді оның ішінде дені орыстар. Солар орай туды деп, мына Еуропаға, Америкаға қашқан болды. Енді бізге толық ақпараттар жетіп отыр. Францияны, Германияны, Голландияны, Швецияны, Швейцарияны, Норвегияны бүкіл осы украиндер басып қалды. Бірақ Украин паспорты бар, оның енді искеп білмесең кімнің. Бұл орыс пен Украинды айыра алмайсың ғой, түріне қарап, сөзіне қарап айыра алмайсың. Американың өзін сол Украин басып қалды. Енді бұларға жаңағы жамбағар пысық қуларға бұл бір орай болды да. Ойбай соғыс келді, біз соғыстан қаштық дейді. Енді қызық болғанда Украин билігі осы әскери алу, жасақ алу кезінде қашқандарға консулдық, елшіліктік сервис көрсетуді тоқтатып тастады. Яғни қандай да бір нотариус беру, апостил беру, құжат жасау, паспорттың уақыты біткен кезде паспортын ұзартып беру, анау мынау дейтін нәрсенің барлығын жаңағы Украин өкіметі тоқтады. Неге? Сен елің жерің қырылған, соғыс болып жатқанда сен қаштың. Әсіресе жас еркектер. Жаңа қарт шал шауқан болса бір сәрі. Соны алды да енді тоқтатып тастады. Сөйтсе көрші ел Польшаға барып паналаған бәленбай Украин енді қазір жанталасып жатыр дейді. Польша өкіметі жаңағы ресми, бейресми түрде айтып жатыр дейді. Біз соны жастарды, әсіресе ер азаматтарды Украинаға қайтаруға көмектесеміз деп. Тура осыған енді қазір Еуропа елдері де келісіп жатыр дейді. Бұл Польшаға да жеңіл, мысалы. Еуропа елдеріне де жеңіл, оның бәріне саяси босқын мәртебесін беріп, оның бәріне тіл үйрету орталықтарында 2 жыл, 3 жыл дайындап, мұғалім дайындап, олардың бәріне үй беру, олар үй бергенге дейін оларды жаңағы қыста жылумен, жазда ауамен қамдайтын жаңа қалың шатыр үйлерде тұрғызды. Бұның бәрі сол барған елдерге мәселе, проблема. Мысалы Америкаға мейлі Украинадан, мейлі Ресейден, мейлі Қазақстаннан, Өзбекстаннан қашып келген босқындарға, мысалы Нью-Йоркта басында анау Манхаттандағы ең қымбат қонақ үйлерде тұрғызды. 3-4 ай. 3-4 ай. Бейне алыстан бір сағынып келген, құда жекжаты келгендей болып тұрып сөйтіп тұрғызды. Артынан бара-бара ол жетіспей шығын артып, мынау республикашылдар, мына Тексастың республикашылдар алды да, сендер демократтар осы босқынға құмар едіңдер ғой деп, автобусқа тиеп әкеп, Манхаттанға әкеп, төгіп тастады. Нью-Йорк демократтардікі ғой, Байденшілдердің қаласы. Ал Тексас сияқтылар ол жаңа республикашылдардың, Трампшылдардың қаласы. Сонымен Нью-Йоркты босқын басып қалды. Қазір енді Нью-Йоркта жүрсең, сол осы сізбен біз сияқты баяғы, сіз тура осы сізбен біз сияқты басы қазандай, беті табақтай жалпиған, мықырайғанның бәрі, қарала-құрала, қоңыраланың бәрі жиналып алды. Нью-Йорк бір Америка емес сияқты. Бір жерде жүрсең, Үндістанда жүрсің ба, бір жерде жүрсең, Ресейде жүрсің ба, бір жерде жүрсең, әйтеу сондай халықтар. Баяғыда осы 3 жылдың алдында Нью-Йорк дегенің бір таза, бір ретті, мына кәдімгі бір кафелердің жай осы Starbucks'тың нелерін әжетханасына кірсең де бір таза, жаңағы тез тамақтанатын орталықтардың несіне кіріп, тіпті тақарат алып, жуынып алайын десең де таза, ретті болатын. Қазір сол анау 3-ші дүние жүзі елдерінің әжетханасы сияқты быт-шыт қағаз шашылып жатқан қиқым-бейқым аны сондай қалды. Неше түрлі белгілері. Көшенің шетіндегі қоқсықта бұрын жаңағы жылан жалағандай болып тұратын ғой, жылан жалағандай болып. Әзір жоқ. Әзір сол бір 3-ші дүние елдерінің категориясына қарай кетіп бара жатыр да. Енді сол бұл босқындардың бәрі, мысалы, Нью-Йорктың өзі қамдай алмай, тұрғыз алмай не істеді? Ең соңында не істеді? Әгі шатырларға бере бастады да. Кәдімгі алып перезент шатырлар бар. Соны кәдімгі тыртыстырып тұрып, металл жаңа қазықтармен қағып,
қайқайтып тұрып металл конструкцияларды сөйтіп қаптап жасаған, енді ол арзан. Бірақ соны жазда суытады, қыста ыстат. Ортақ әжетханалары бар, моншалары бар, бәрі. Бірақ қабырғасы анау. Енді ол да шығын ғой, ол да электр кетеді, оған да жаңағы су кетеді. Сөйтіп, оның өзін бәленай, мысалы, сол шатырда бағып жатыр. Бала шағасымен әрқайсысына бөлек бөлме беріп, бір ұл бір қызы болса, жаңа қызға бөлек бөлме, ұлға бөлек бөлме деп. Енді қызық енді Америка. Енді мысалы жаңа Еуропада сөйтіп жатыр. Енді оның барлығы оларға бас артық шығын. Енді қазір олар украиндерді қайтарамыз дейді. Бұл жағымды жаңалық. Неге жағымды жаңалық? Енді Украинада орысы бар, украины бар, біразы қашты. Мен енді сенімдімін. Орыс басып алса, орыс болып тұрып, орыспен соғыссам ба деген, бірақ қолында украин паспорты бар. Ресейге баруды қаламайтын, Украинадағы экономика, білесіздер, соңғы мысалы 10 жылда Украинадағы экономика қатты дамыды. Украинадағы өзгеріс қатты зор болды. Соңғы 10 жылда Украинада деген қысқасы батыстық үлгідегі оқу ағарту кетті. Адамдардың жеке бизнеске деген жаңағы мемлекеттің ынталандыру саясаты жоғары болды. Украиндер деген білесіздер, соңғы 10 жылда қаланы да өлтіріп тұрып салып тастады. Өнеркәсіптің, өндірістің, мысалы тамақ өнеркәсіп, киім өнеркәсіп, анау мынау бәрін салып тастады ғой. 10 жылдың ішінде Украинадағы өзгеріс жалпы совет қамытынан шыққан елдердің ішіндегі ең зоры болды да. Енді соны орыстар көрді де, олар енді білесіздер ғой, шовинистер. Ресейге барайын десе, ол Ресей баяғы сасыған, жаңағы ұлы Ресей империясының ұлы алқаштары, ұлы Ресей империясының ұлы жезөкшелері толған, мыжырайған. Москваға былтыр барсаң да сол Москва, биыл барсаң да сол Москва. Баяғы ескі сұп-сұр панельный үйдер, ескі сол советтік ғимараттар, басқа дым жоқ. Сонымен ол орыстар Украин паспортын ұстап, сол Украинада орыс болып өмір сүре берді қысқасы. Енді соғыс басталғанда ол қулар қайтты. Ресейге барса, мобилизацияға кетеді. Ресей онсыз да кел, ойбай, ұлы орыс халқы, біз бәріңді ұлы қылып жібереміз деп олар тұр. Барса арам өледі. Бая Украинадағы сияқты жақсы өмір жоқ. Енді олар Еуропа мен Американы аңсады да, қолдарындағы Украин паспорт арқылы Америкаға безді ғой.